Аймағымыздың ұстаздар қауымы бірігіп, табысты мектеп құру жөнінде жоспар түзді. Барлық мектеп директорлары мен білім бөлімінің басшылары өткізген дөңгелек үстелде білім беру саласын жақсарту мен заман талабына сай өзгерту мәселесі қозғалды. Әр мұғалім өз еңбек тәжірибесіне сүйене отыра ұсыныстар жасады. Тайынша ауданындағы Алабота орта мектебі табысты мектептердің қатарына кіреді. Олар соңғы 5 жылдың ішінде 4 алтын белгі мен 2 үздік аттестат иегерін оқытып шығарды. Аралас мектептің ұстаздар қауымында жыл сайын біліктіліктерін арттырады екен. Біз гимназия емеспіз, лицей емеспіз, жалпы орта білім беретін кәдімгі ауылдық мектеп болсақ та, біз оқушыларымыздың сапалы білімдері мен қалалық мектептермен тең бола аламыз. Оны ұлттық бірыңғай тестілеудің статистика мен бағалау ұлттық орталығының мониторингтік зерттеулерінің нәтижелерінен байқауға болады. Дөңгелек үстелге жиналғандардың көздегендері бір, білім саласында аз да болса өзгерістер енгізу. Ол алдымен білім беру жағынан емес, мектептің табысты болуына ықпал ететін факторларды қарастыру. Мәселен, Әл-Фараби мектеп-лицейінің директоры Күлімкөз Смайылова алдымен мектеп қауіпсіз болу керек дейді. Ол физикалық тұрғыдан емес, психологиялық жағынан қауіпсіз болғаны шарт. Сонымен қатар білім ордасының іші де жайлы болу керек екен. Ал өткен жылы үздік оқу ордасы атағын жеңіп алған қалалық бірінші жалпы білім беру лицейінің директоры Елена Коноплева болса, директорларды тағайындамас бұрын оларды дайындық курстарынан өткізген шарт дейді. Жалпы алғанда ортаға салынған пікірлер көп болды. В национальном плане действий 100 нақты қадам жоспарында табысты мектеп жайында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқан болатын. Сондықтан бүгінгі күнге сай білім ошағын құру әр ұстаздың қолында. Жиын барысында біз әр мұғалімнің пікірімен санасатын боламыз. Арнайы бағдар құрып, сол бойынша жұмыс істейтін боламыз. Бұл бір реттік семинар ғана емес. Жыл сайын жоспарды жаңартып отыруға тырысамыз. Қазіргі кезде Солтүстік Қазақстан облысында 500-ден аса мектеп жұмыс істеп келеді. Олардың әрбірін табысты қылу үшін барлық мүмкіндіктер бар дейді ұйымдастырушылар. Гүлнар Сайлауқызы, Қуаныш Қазбеков, ақпарат.